Ғалымбектің арманы. Баяғыда бір шағын ауылда Ғалымбек деген ақылды, қиялшыл бала өмір сүріпті. Кешкісін ол үйдің шатырына шығып, аспандағы жұлдыздарға ұзақ қарап отыратын. Қандай әдемі! Мен де бір күні сол жаққа ұшсам ғой деп сыбырлайтын ол. Ғалымбектің ең үлкен арманы ғарышкер болу еді. Ол күн сайын кітап оқып, ғарыш туралы фильмдер көріп, Талғат Мұсабаев, Тоқтар Әубәкіров және Айдын Айымбетов туралы мақтанышпен айтатын. Олар біздің еліміздің батырлары. Мен де солар сияқты боламын, дейтін ол көзін жыпылықтатып. Жылдар өтті. Ғалымбек сабағын жақсы оқып, табанды еңбек етті. Бір күні ол да зымыранға отырып, биік көкке, ғарышқа ұшты. Төменде жер кішкентай ғана боп көрінді. Ал Ғалымбектің жүрегі шаттыққа толы еді. Менің арманым орындалды. Сол күннен бастап балалар оны мақтанышпен атады. Жұлдыздарға қол жеткізген Ғалымбек.